Бізде бәрі андай ғой, артық сөз жоқ қой бізде. Дөрекі сөйлеу дегенде жоқ, енді ол мақтанғаным емес, жалпы өзіміз соған қалыптасып кеткенбіз ғой. Біз андай үйбай деп, үй деген андай не жоқ, түртпектеу я қыстырма сөздер ештеңе жоқ. Оқуға түстім, общежитиеге келіп орналастым. Бірінші күнім, ертесінде сабақ, бүгін бірі болса, мысалы орналасып келдім. Содан кейін бүйтіп есіктен шығып бара жатқан кезде қарамаға мына жақтан тағы бір қыз шығады да, ол мына менен кейінгі есіктен шығады, и желдетіп келе жатыр екен да, и мен де есіктен шығып қап бүйтіп қағам ғой. Оны қағып кетем да. Содан кейін тұрып не деді? Мен тұрдым да айттым, жоқ, ол мені қағады. Мен есіктен шығып көрмей қалам, былай керісінің кезде ол мені қағып өтеді. Байқасаңшы деймін ғой, содан кейін. Не болды? Дейді маған. Деме деймін ғой, короче. Оны мен вообще көрмегем. Содан кейін тұрып, не болды? Деп қайтадан деді да, десем не болыпты? Дейді. Деме деймін ғой маған, мен одан көтере алмай тұрмын ғой. Тағы конца тіреліп ше. Мен бірдеңе айтқым келіп тұр ма не? Деп содан кейін тұрып, жоқ, енді көзіңе қарап жүрмейсің ба деп сөйледім да. Кәдімгідей көзіме қарамасам не істейін деп едің деп сөйтіп. Тіреліп тұрған адам ғой. Тіреліп тұрғандай ше. Сөйтіп кетіп қалады кәдімгідей. И ар жағында бір подружкасы бар да. Ешак бірдеңе айтып тұр ғой маған деп кетіп қалды.